Түркістан облысы Арыс қалалық халықтық АЭС салуды қолдау жөніндегі штаб өкілдері қаладағы мектептерді аралап, оның ел экономикасына тигізетін оң әсері туралы түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Бұл бастама өңір тұрғындарына АЭС жобасының экономикалық артықшылықтары мен оның ұлттық мүддеге қосатын үлесін тереңірек түсіндіру мақсатында қолға алынды. Штаб өкілдері Арыс қалалық білім бөліміне қарасы Ережепбай Молдабаев және Сәкен Сейфуллин атындағы жалпы орта білім беретін мектептерінде, сонымен қатар Абай атындағы орталықтандырылған кітапхана жүйесі ұжымымен кездесті. Кездесуге штаб басшысы Аманат партиясы Арыс қалалық филиалының төрағасы Бақтығали Ділдәбеков, штаб мүшелері Жастар ресурстық орталығы мекемесінің басшысы Мөлдір Сарыпбекова, сондай-ақ Ақаба сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің кеңесшісі Еркін Сарбасов қатысты. Штаб өкілдері кездесулері барысында АЭС-тің еліміз үшін маңызды энергетикалық жоба екен және оның ұзақ мерзімді экономикалық пайдасы зор екенін атап өтті. Олардың айтуынша АЭС салу бұл Қазақстанның энергетикалық тәуелсіздігін нығайтуға және тұрақты әрі қолжетімді электр энергиясын қамтамасыз етуге бағытталған қадам. Бүгінде дүние жүзінде 62 реактор салынып жатыр. Көптеген елдер атом электр станцияларын паркын кеңейту жоспарына кірісті. Сондай-ақ алғашқы атом энергетикасы бағдарламасын әзірлеуде деп атап өтті Бақтығали Ділдәбеков. Сондай-ақ штаб мүшесі Мөлдір Сарыпбекова ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ұстанған басты саясат халық үнін еститін мемлекет құру. 6 қазанда өткелі жатқан референдум соның бір айғағы. Біз сіздерге АЭС салуға келісіңіздер деп айтқалы тұрған жоқпыз. Мақсатымыз жаңа бастаманың елге, экономика мен әлеуметтік ахуалға тигізетін пайдасын жеткізу, түрлі алып қашпа әңгімелердің алдын алу, сонымен қатар болашағымыздың жарқын болуына септігін тигізетін энергия тәуелсіздігін қамтамасыз етуге кепілдік болатын жобаны жан-жақты таныстыру деді. АЭС-тің құрылу туралы референдумын түсіндірме жұмысын жүргізіп өтті. Бұл жерде референдумға қатыспау әрбір азаматтың өзінің құқығы. Сонда да біздің Қазақстан Республикасының дамуы үшін, біздің Қазақстан Республикасының өркендеуі үшін бізге АЭС керек деп өзім тұжырымдаймын. Референдумға әркімнің қатыспауы өз құқығы болғанымен де болашақ үшін өте тиімді деп ойлаймын. Кездесулерде атом электр станциясының елдің энергетикалық тәуелсіздігін нығайтудағы рөлі де кеңінен талқыланды. Штаб өкілдері АЭС-тің көмегімен Қазақстан өз электр энергиясын өндіріп, сыртқы энергия көздеріне деген тәуелділікті азайтатынын да баса айтты. Бұл ұлттық қауіпсіздікті нығайтып, энергетикалық дағдарыстан қорғануға мүмкіндік береді. Сара Кеңеспай, Сұңқар Бакиров, RTV жаңалықтары.